Мына товарлардың барлығы каргомен кетеді. Ал біз гостиницадан шықтық. Бүгін сәл күн бұлтты болып тұр. Детский киімге бара жатырмыз. Саудамызды берекесін бере берсін. Азанғы уақытта барлық жерде уборка, фруктілердің барлығын дұрыстау. Семит сатып жатыр. Ана жақта семит сатып жатыр. Міне азанда барлық магазиндер осылай уборкаларын жасайды, сыпырады, алдында тұрған тротуарды жуады. Туристический автобус келді гостиницаның алдына. Групповой трансферге келді ау деймін. Мынау Крон Плазаға. Осы Крон Плаза гостиницасынан туристический турға алып кетуге. Міне. Турға. Группаларды естіп, автобуспен алып барады турға. Аннау Гизия. Бұл жақтан штучно алуға болады. Именно осы магазиннен бір штуктан сатып алуға болады. Бірақ $180 тұрады бір көйлек. $130 тұрады. Міне, 30% скидка дейді. Май айынан бастап бірінен июньнің 30-на дейін скидка дейді. Мынау Орда Джаддеси деген центральный көшелері. Бұл жақтан трамвайлар жүреді. Мынау көшесін барлығын жауып тастаған. Машиналар жүре алмайды. Машина тек қана, мынау машиналар тек қана арғы бетке ғана өтіп кете алады. Бірақ полицейскілерге сот жоқ, олар жүре береді трамвайдың жолыменен. Ана жақта трамвай тұр. Ане трамвайлар тұр. Ане. Азанғы сағат 9. Көп магазиндер әлі ашылған жоқ. Енді ашылады. Обменный пунктта енді ашылып жатыр міне. Магниттер. Трамвай. Бірақ оған қызыл жанып тұр. Бұларда магазин ашылған кезде осындай гүл жасатып әкеледі. Тура бір орыстардың похоронын алып баратын гүлдер сияқты. Осы жазда осындай голубой цвет болады ау деймін трендте. Ана Гизияда да осындай көгілдір цветте көйлектер басындау болып тұр ғой.
Я стараюсь, потому что мне вес нельзя набирать. Из-за спины, поэтому мне за ноги, но ничего. Ал мына біздің Атлас Мира каргосы. Осы жақтан біздің товарлар жіберіледі. Ана менің жігітім Магза деген магазинге кіріп кетті. Қазір сол жаққа кіріп көреміз, қандай аяқ киімдер бар екенін. Бұл жақта пешеходный переход жоқ. Өзіміз қарап өтуіміз керек. Жолдың жан жағына машина келіп қалмас үшін. Ал міне Магза магазины. Орысша білетін продавец керек деп жазып қойыпты. $177. Жынды екен. Жынды, ауыш. 38 размер. $142. $106. $142 dedi. Abi, giderleri çıkarıyorsunuz. Bizde de var da biraz. Onları çıkarayım mı? Mito. Sen önce şu Mito. Здравствуйте. Міне, барлығы үстіп уборкаларын жасайды азанғы уақытта. Қанша болады? 51.500. 51.500. $180 болады ғой екеуі. Семитті ыстықта жеген тәтті да. Көрдіңіздер ме көшелерін? Астыға түскенде оңай, кейін төбеге көтерілген кезде аяққа деген фитнес болады ғой, фитнес. Алардың барлығы магазин төбеге дейін.
gelmemesi lazım. Götürme gelmemesi lazım. Gazdı basıp шығады енді бұлар. Çay budur bırak. Çay da. Bir çay olsa oldu. Вам тоже чай? Нет, нет, пока не надо мне. Hani karopki ne kılasın Neni? Modern Özbekistan mı? Şunu Modern Özbekistan mı? Moskova и Moskva yok, radyosu yok. Taşkent mi? Я говорю, не говори, с кем говорю. Он говорит, слава. Kazakistan'da değil. Özbekistan vatanından sonra çıkan. Özbekistan, Özbekistan akademi. Kaç yaşında olsa? Ya. Авиада. Avto qancha günde baradi? Avto qancha günde baradi? 200 günge. Ne надо, avia. Авто сколько стоит? $3 А авиа? 4. Ikide 4. No, tez barатын мынау выгодно. Или көктемде келіп жіберу керек та, бір ай бұрын ба. Да. 54-43. Мен осы каргомен жұмыс істеп жатқаныма 6 жыл болды. Атлас Мира деп аталады. Бүкіл Қазақстанға доставкалары бар және жылдам жұмыс істейді бұл жігіттер. Мен қазіргі детский киімдерді сатып алған коробкам келгенін және упаковать етатқандарын тексеріп шықтым. Осымен бүгінгі видеом бітті. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.